Қызылордада Достық үйінің су жаңа ғимараты ашылды. Оған аймақтағы этно-мәдени бірлестіктер мен Қазақстан халқы ассамблеясы жанындағы ұйымдар қоныстанбақ. Осылайша татулықты ту еткен түрлі этнос өкілдері заманауи ғимаратта өздерінің құндылықтарын құнттауға мүмкіндік алып отыр. Тақырыпты тілшіміз тарқатады. Сыр өңірінде 35 этнос өкілі тату-тәтті өмір сүріп келеді. Солардың 11-і арнайы этно-мәдени бірлестік ретінде тіркеліп, Достық үйіне көшірілді. Енді олар жайлы кең ғимаратта жалпыұлттық тұрақтылықтың бекем болуына атсалыспақ. Қазіргі таңда 5000-6000 қырғыздар бар өсіп. Есеп бойынша бұған ата-бабаларымыз келген. Сол қазір бүгінгі таңда мына ғимаратты беріп отыр. Бұрынғы кинотеатр еді ғой. Қазір мынау именно өзі Достық үй деп салынып, әрбір этно-культурный центр мәдени орталықтарға кабинеттер беріп отыр. Бұл тек этно-мәдени бірлестіктердің жұмысы емес, жастарды да әртүрлі бағыттағы жобаларды іске асыратын үлкен ғимарат болып табылады. Алдағы уақытта да қайырымдылық, патриоттық түрлі шараларды, тың идеяларды осы жаңа Достық үйінде іске асырамыз деген ойдамыз. Достық үйінің іргетасы өткен жылдың мамыр айында қаланды. Қазақстан халқы ассамблеясының 30 жылдық аясында қазы қағылған нысан құрылысы жарты жылда бітті. Жаңа ғимараттың аумағы 3,5 мың шаршы метр, 3 қабаттан тұрады. Мұнда өңірдегі этно-мәдени бірлестік өкілдерімен қатар сарапшылық топ, этномедиация секілді қоғамдық ұйымдар қызметкерлеріне де арнайы жабдықталған кабинеттер бөлінген. Қара шаңырақта олардың өздерінің ұлттық бағыттағы ұлттық танымдық дәстүрлерін өткізуге және де мәдени шараларын өткізуге көп мүмкіндіктер жасалынған. Сонымен қатар балалардың бимен шұғылдануы үшін оларға да мүмкіндіктер жасалынған. Жалпы Сыр өңірінде тек бюджет қаржысына иек артпай, осылай демеушілік негізде қыруар шара атқарылып келеді. Осы бағытта соңғы 3 жылда аймақта 20-дан астам ғимарат бой көтерген. Елжас Әбділда, Төрехан Әділбекұлы, Жібек жолы, Қызылорда.